Қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін құрамында үйден табылатын мужской каприз салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге салатымызға қажетті заттарымызды алдын ала пісіріп алатын боламыз. Бізге піскен картоп, піскен жұмыртқа, пияз, ет және сыр керек болады. Ең алдымен осылай орташа көлемде пиязымызды алатын боламыз. Пиязымызды майдалап ұсақ етіп турап, бір ыдысқа салып маринадтайтын боламыз. Ыдысымызға салып, үстінен бір ас қасық уксусымызды құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз және қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 5 минутқа маринадталғанша қойып қоямыз. Келесі осы піскен картопымызды үкіштің ірі көзінен өткізіп алатын боламыз. Міне дайын. Енді осы ірімшігімізді үкіштің ұсақ көзінен өткізіп алатын боламыз. Міне сырымыз дайын. Мен алдын ала осы етті пісіріп, бұл жерде тауық еті мен кішкене сиырдың етін пісіріп, соломка етіп турап алдым алдын ала. Келесі піскен жұмыртқамызды соломка етіп, ұзынша етіп турайтын боламыз. Міне біздің салатқа керек заттарымыз дайын. Осымен салатымызды жинақтайтын боламыз. Бізге осындай тарелка және осындай кольцо керек. Менде 16 диаметрлік қылып алдым. Ең бірінші осылай піскен етімізді салатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен осылай туралап аламыз. Енді еттің үстіне маринадталған пиязымызды суын төгіп тастап салатын боламыз. Қасықтың көмегімен пиязды да бір тегістеп басып шығатын боламыз. Келесі үстіне майонезімізді құйып, керегінше қасықтың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Барлық жағына жағып тегістеп шығамыз. Келесі қабатта картопымызды осылай салып, үстінен қасықтың көмегімен басып шығатын боламыз. Дәміне қарай шым-шым тұз салсақ та болады. Енді келесі үстіне майонезімізді құйып біркелкетіп жағып шығамыз қасықтың көмегімен. Келесі қабатта жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап қасықпен тегіштеп шығатын боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұз себеміз. Майонезімізді сеуіп тегістеп шығатын боламыз. Керегінше осылай қасықтың көмегімен. Ең соңғы қабатқа салаттың бетіне осылай ірімшігімізді салып, оның үстіне қасықпен қатты баспай, әдемілеп тегістеп шығатын боламыз. Міне осылай салатымыз дайын. Кольцоымызды шешіп, ақырындап алып тастаймыз. Салаттың бетін қалауларыңызды сәндесеңіздер болады. Мен осылай салат листиямен сәндедім. Осымен оңай салатымыз дайын. Видео рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Рахмет.